Армысыздар, қадірменді тыңдармандарым. Әңгімені міндетті түрде соңына дейін тыңдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Арғы атам қабір отына қолын күйдірген екен. Адам бақилық болған соң нені бастан өткереді? Өлімнен кейін өмір бар ма? Бұл сұрақ кез келген пендені толғандыратыны түсінікті. Менің арғы атам көнекөз қария әрі ауылдың молдасы болыпты. Мен ол кісінің 3-ші ұрпағымын. Ұрпақтан ұрпаққа жеткен әңгімеге сүйенсек, арғы атам дүниеде тозақ барын өз көзімен көрген. Білетіндер арғы атамның оң қолындағы 2 саусағының буындары жоқ болғанын айтады. Оның немересі болған менің әкем ол кезде бала болатын. Бірақ атамыздың сол буындардың орны қағаздай әппақ болып тұратыны оның есінде жақсы қалған. Әкемнің сөзіне қарағанда, атамыз мұның себебін ешкімге ашып айтпайтын. Бірақ күндердің күнінде атам жасы 60-тан асқан шағында саусақтарынан қалайша айырылғанын елге әңгімелеп беріпті. Бір күні үйге қонақтар келді. Атам сұсты, қатал адам болатын. Сондықтан көпшілік онымен емін жарқын әңгімелеспейтін. Оң қолындағы саусақтарының кемдігі неден екенін де ешкім сұрап біле алмайтын. Бірақ үйге қонақ болып түскен адамдар әкемді балалық шағынан білетін кісілер екен. Жұрт бұрыннан бері біле алмай жүрген құпияның бетін солар ашты, дейді әкем. Әлгі кісілер: «Молдеке, осы сіздің саусақтарыңызға не болған?» деп қойып қалды. Сонда атам біраз томаға тұйық отырып қалды. Біраз ойланып, бағамдап алған соң әңгімесін бастап кетті. Ол кезде жасым 25-30-дың арасында. Ел ішінде жүріп, молда болайын деген оймен мешітте 3 жыл дәріс алдым. Содан кейін қазақ ауылдарына барып, балаларды оқытайын, елде неке қиятын молда болып көрейін деген оймен Атырау жаққа сапар шектім. Бұл кеңес өкіметі орнамаған кез. Сол аймақта жайлауда қоныстанған бір байдың ауылында 1-2 жыл жүріп бала оқыттым. Сүндетке отырғызып, неке қию рәсімдерін жасап жүрдім. Әлгі бай тік бақай, бір беткей, мінезді адам еді. Намаз оқымаса да Құдайға имандай сенетін. Байдың менімен жасты баласы болды. Расын айтқанда, оның ұлын көп көрген емеспін. Ауылда емес, үнемі сыртта жүретін. Бір күні ұлы белгісіз жағдайда қаза тапты деген қаралы хабар жетті. Баланың сүйегін алдыртып, тұтас ауыл болып күңіреніп, оны соңғы сапарға шығарып салдық. Ұлынан айырылған әке ауыр қайғыдан шөгіп қалды. Бір жағы ұлының неден қайтыс болғанын біле алмағаны қабырғасына қатты батты. Осы белгісіздіктен арыла алмаса керек. Өзін өзі мүжи барды. Бір күні мені шақыртып алып, осы сүйекті қазып алып, бір көрсек қайтеді? Ұлым қайта-қайта түсіме кіре береді. Түсімде үнемі оттың ортасынан шыға алмайды, деп мұң шерімен бөлісті. Мен сүйекті қазып алудың қажеті жоқ, мұның шариғатқа қайшы екенін түсіндірдім. Бай оған көнбей отырып алды. Өлген адам не тозаққа, не жұмаққа барады дейді ғой. Балам тозаққа барған сияқты. Соған көз жеткізгім келеді. Соны біліп берсең, деді ол. Әуелде шошып кеттім. Тірі пенде біле алмайтын нәрсені қалай анықтап беремін? Мына байдың есі ауысқан шығар деп ойладым. Қабірдің басына түнеп шықшы. Қабірдің қапталынан оған кіретін тесік жол жасап беремін. Егер бірдеңе біліп бере алсаң, шапан жауып алтын сыйлаймын, деді. Ұзақ ойланып, не болар дейсің, деп келістім. Ол өзі айтқандай қапталдан тесік жасатты. Күн батқанда сол тесік арқылы көрге түстім. Көрдің іші тас қараңғы. Бірақ ештеңеден қорықпай аят оқып отыра бердім. Бір кезде көзімді ашып қалсам, ғажап, мәйіт жатқан жер мен менің арамды перде тәрізді ақ нәрсе бөліп тұр. Өзі сәуле шашады.
Жүрегім аузыма тығылды. Ақыл есімді жинап аят оқи бердім. Бұған бойым біраз үйренген соң, әлгі нәрсені ұстап көрмек болдым. Тәуекел деп қолымды тигізе бергенім сол еді. Пердеден лап етіп от шықты. Содан саусақтарым күйіп қалды. Қатты күйік жанымды шыдатар емес. Жаным шығып кете жаздап, әлгі тесіктен далаға атып шықтым. Ауылға қарай жүгірдім. Байды түннің ортасында оятып болған әңгімені баяндап бердім. Онда балам жұмақта емес, тозақта екен ғой, деп күрсінді ол. Дегенмен бай айтқан сөзінде тұрды. Артынша алтынын беріп, мені өз ауылыма апарып тастады. Ал мынау күйген аппақ шолақ саусақтарым сол күнгі оқиғадан қалған, деп атамыз әңгімесін аяқтады. Әкемнің маған айтқан әңгімесі осы. Бұған сену-сенбеу әркімнің өз еркі. Бірақ тозақ, жұмақ, тергеуші, қыл көпір деген нәрселер Құранда да бар емес пе? Біздің әлемнен бөлек тылсым күштің бар екені рас қой. Олай болса, атам о дүниенің бір көрінісін көрген болар. Осымен әңгімеміз аяқталды. Әңгіменің соңына дейін тыңдағаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.